мен өзім отбасыммен, жолдасыммен, 2 баламмен Өзбекстаннан 2012 жыл келдік. Біз Нұрлы көш бағдарламасымен келдік. Көңілім толады, әрине. Қаншама көмек беріп жатыр, бізге көмек беріп жатыр. Үй берді, ең главный жұмыс, мектеп ашылды, жұмысқа алды. Өзім бастауыш сынып мұғалім болған соң, мектеп ашылғалы осы жерде жұмыс істеймін. Одан да басқа Қызылжар ауданында өзбек этномәдени орталығымыз бар, Достілік деген, сол Өзбекский этнокультурный центрдің өзім қазір төрағасымын. Біздің центр мектебімізде орналасқан, өйткені жаңағы Өзбекстаннан келген отбасылар көп, Өзбекстаннан келген отбасылардың балалары көп біздің мектепте оқып жатыр. 360 бала бар біздің мектепте, соның 70% Өзбекстаннан келген деп айта аламын, 60-70%. Енді біз Өзбекский центрде не істейміз? Ең жақсы, мына осы мен сыныпымда да осы қыздарым бар, өзбек би дайындаймыз. Бізді өте көп өзбек билер билейміз, қыздар? Қыздары білет, дайындаймыз. Сосын жаңағы ауданның мерекелеріне, облыс мерекелеріне шығып, выступать етіп, орындар алып жүреміз. Сыныпта кабинеттер жетпей жатқанда, жаңағы Өзбекский центрдің кабинетін сынып істетіп жатырмыз. Енді жас семьялар көп. Аллаға шүкір, бәрі де 4-5 балалы отбасылар көп, даже 6-7 бар спокойно. Сол бала көп болғаннан кейін, енді бала бұл келе-жек қой, балдар көп болсын, біз де қуанамыз, бізге жұмыс болады, балдар туыла берсін, дүниеге келе берсін деп азамат-азаматшалар. Но осы бізде сыныптар жетпейді, бала көп болған соң. Рабочийларымыз бар, Аллаға шүкір. Мынау шірігенден кішкене алып тастаймыз. Бір-біріне тиіп, урожайларды құртады. Уже жиылатын уақыты болды. Уже 1-2 күнде урожайды аламыз.